Бұл сабағымыз функция тақырыбына арналады. Мұнда функцияның жалпы түрі көрсетілген, ал мыналар үшеуі функцияларға жеке-жеке мысалдар болып табылады. Енді функциядағы x-іміз тәуелсіз айнымалы деп аталады, ал y-іміз функцияның мәні деп аталады. Енді функцияның анықталу облысы дегеніміз тәуелсіз айнымалының алатын барлық мәндерін айтамыз. Яғни x-тің мүмкін болатын мәндерін айтамыз. Бұл жерде бірінші y-тен f от x деген рационал функция берілген. Яғни оның анықталу облысы минус шексіздіктен плюс шексіздікке дейін болады. Оған мысал ретінде мына функция келтірілген. Тағы да мысалдар келтірсек, оған y-тен x-тің 7 дәрежесі қосылған 1. Тағы осы сияқты мысалдар бола алады. Енді екінші түрі бөлшек рационал функция. Яғни бұның анықталу облысын табу үшін бөлімін 0-ге тең емес деп аламыз. Мысал үшін мынаны шығарып көрсетейік. Яғни бұл жерде x қосылған 1 тең емес 0 деп аламыз. Бұдан x тең емес минус 1 болады. Яғни минус 1-ден басқа барлық сандар бұл теңдеудің шешімі болады деген. Бұның анықталу облысы болады деген сөз. Оны жазсақ, минус шексіздіктен минус 1-ге дейін, біріккен минус 1-ден плюс шексіздікке дейін. Келесі логарифмдік функция. Логарифмдік функцияда f от x 0-ден үлкен болу керек. Оған мысал ретінде мынаны көрсетейік. Яғни бұның анықталу облысын табу үшін x азайтылған 2 үлкен 0 деп аламыз. Бұдан x үлкен болады 2-ден. Яғни жауабы 2-ден плюс шексіздікке дейін деген сөз. Осы аралық x-тің анықталу облысы болып табылады. Келесі логарифмдік функцияда функция f от x функциямыз, яғни тәуелсіз айнымалы логарифмнің негізінде болса, бұндай жағдайда негізін 0-ден үлкен және де 1-ге тең емес деп аламыз. Мысал үшін мынау көрсетілген. Бұл жерде x-ті үлкен 0-ден деп аламыз және x тең емес 1-ге деп аламыз. Жазатын болсақ 0-ден 1-ге дейін және біріккен 1-ден плюс шексіздікке дейін. Келесі иррационал функция үшін. Бұндай жағдайда мынау түбірдің астындағы өрнекті 0-ден үлкеніне тең деп аламыз. Себебі түбір астынан әрқашанда оң сан шығады. Мысал үшін мына функцияның анықталу облысын табайық. Онда x қосылған 3 үлкеніне тең 0-ден. Бұдан x үлкеніне тең минус 3-ден. Яғни жауабы минус 3-ден плюс шексіздікке дейін болады. Енді функцияның мәндер жиынына тоқталатын болсақ, жалпы функцияның мәндер жиыны деп y-тің мүмкін болатын барлық мәндерін айтамыз. Енді жеке-жеке функциялардың түрлеріне тоқталайық. Бірінші айталық, y-тен ax деген көрсеткіштік функция берілсе, бұның мәндер жиыны 0 мен плюс шексіздіктің аралығында болады. Мысал үшін мына функцияның мәндер жиынын табайық. 7x деген y-тен 7x деп жеке қарастыратын болсақ, оның мәндер жиыны мынаған тең болады. Оған 2 қосылғандықтан бұл функцияның мәндер жиыны 0-дің орнына 2-ден плюс шексіздікке дейін болады. Ал енді мына жерде y-тен x-тен 1 деген функция берілген. Бұның мәндер жиыны 0-ден басқа барлық нақты сандар жиыны. Мысал ретінде мынау көрсетілген, мынадай функция көрсетілген. Бұл жерде 4-ті қосудың, азайтудың ешқандай рөлі болмайды. Яғни бұлда барлық сандар жиыннан минус шексіздіктен 0-ге дейін, біріккен 0-ден плюс шексіздікке дейін. Яғни 0-ден басқа барлық сандар бұның мәндері болып табылады. Мәндері бола алады.
Енді түбір астында, яғни түбірдің дәрежесі жұп болған жағдайда, бұндай жағдайда функцияның мәндер жиыны 0-ден плюс шексіздікке дейін болады. Мысал ретінде мына функция берілген. Бұл функцияның мәндер жиынын табайық. Түбір асты x-тің мәндер жиыны мынау болады, ал одан 3 азайтылып тұр. Сондықтан бұның мәндер жиыны минус 3-тен плюс шексіздікке дейін болады. Енді түбірдің дәрежесі тақ болған жағдайда, ондай жағдайда барлық нақты сандар жиыны, яғни плюс шексіздіктен минус шексіздікке дейін болады. Мына мысал берілген, бұныкі да барлық нақты сандар жиыны болады. Одан кейін логарифмдік функция берілген, бұның да мәндер жиыны барлық нақты сандар жиыны болып табылады. Функциялардың тақтығы мен жұптығы. Егерде y-тен f от x функциясы ордината өсіне қарағанда симметриялы және де мына теңдік орындалатын болса, ол функция жұп функция деп аталады. Егерде мына функция берілген функция координаталардың бас нүктесіне қарағанда симметриялы болса және мына теңдік орындалатын болса, онда ол функцияны тақ функция деп айтамыз. Түсініктірек болу үшін мына мысалдарды қандай функция екенін көрсетейік. Бұны анықтау үшін біз былай істейміз. f от минус x дейміз де, x-тің орнына минус x-ті қоямыз. Бұдан бұл x квадратқа тең екендігі белгілі, ал бұл біздің бастапқы функциямызға тең. Бұл f от x. Сонда мына шарт орындалып тұр. Екеуі тең болып тұр. Сондықтан бұл функция жұп болады. Келесі мысалымыз. Бұны да дәл солай істейміз. X-тің орнына, яғни минус x-ті қоямыз. Минус x-ті қоятын болсақ, бұл минус x-тан 1 болады. Ал бізде мынау бастапқы функцияға тең. Яғни минус f от x болады. Бізде екінші жағдай орындалып тұр, сондықтан бұл тақ функция болады. Келесі, үшінші мысал. Үшінші мысалда да дәл солай істейміз. Минус x-тің квадраты азайтылған минус x. Ашамыз, x квадрат 2 минус плюс болады. Енді қарасақ, бұл минус f от x-ке де тең емес, және де f от x-ке де тең емес. Яғни бастапқы функцияға да тең емес, бастапқы функцияны минус 1-ге көбейткенге де тең емес. Бұндай функцияларды тақта емес, жұпта емес функция деп айтамыз. Кері функциялар. Жалпы функцияның кері функциясын табу үшін функциядағы y пен x-тің орындарын ауыстырамыз, сөйтіп одан y-ті тапсақ болғаны. Мына мысалдарды шығарып көрсетейік. Кері функциясын тауып. Y-тің орнына x-ті қоямыз, және x-тің орнына y-ті қоямыз. Енді осыдан y-ті табамыз. Y тең болады, x азайтылған 3 болады. Яғни мына функцияның кері функциясы мынау болды. Келесі мысал. Келесі мысалда да дәл солай істейміз. Y-тің орнына x-ті, ал x-тің орнына y-ті қоямыз. Бұдан y-ті табатын болсақ, бұлай болады. Яғни бұның кері функциясы мынау болды. Үшінші мысал. Үшінші мысалда бұны да жаңалдегі әдіспен істейміз. X тең болады 1 азайтылған y куб. Бұдан y-ті табу үшін алдымен екі жағында кубтаймыз. Бұдан y куб тауып алайық. X 1 азайтылған x куб болады. Бұдан y-ті табатын болсақ, 1 минус x куб. Яғни бұның кері функциясы осы болады. Бұл жерден байқап отырсақ, өзіне тең болып тұр.